Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода сіздермен бірге Солтүстік Кореяның және Оңтүстік Кореяның қалай пайда болғанын, және Ким Чен Иннің өз елін қандай диктаторлықпен басқарып отырғанын көретін боламыз. YouTube видеоларды басқаларға ұсынбай жатыр. Сіздерден өтінішім, видеоның соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше видеоны бастайық. Шығыс Азиядағы Солтүстік Корея Халық Республикасы әлемнің бәлкім ең оғаш мемлекеті. Солтүстігінде Ресей және Қытай, оңтүстігінде Оңтүстік Корея, шығысында Жапония теңізі, батысында да Сары теңізбен қоршалған, және жер көлемі 120.532 км². Халық саны шамамен 25 миллион. Елдегі халықтың 65%-ы ешқандай дінге сенбейді. Ақша валютасы Солтүстік Корея воны. 100 қазақ теңгесі 234 Солтүстік Корея вонына тура келеді. Кешіп кете алмайтын атом бомба сынақтары және әлемге күшін көрсететін әңгімелері Солтүстік Корея президенті Ким Чен Инді ең көп айтылатын лидерлердің бірі жасады. Солтүстік Корея 3 ұрпақтан бері тек бір ғана отбасы тарапынан басқарылуда. Сондай-ақ бұрындары солтүстік, оңтүстік деп айырма болмай, тек бір мемлекет болған. Осы жерлер 1910-1945 жылдары арасында Жапон оккупациясының астында қалып, және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Кеңес одағының қарамағында болған еді. Осылайша Ким Чен Иннің атасы Ким Ир Сен тарапынан Ресейдің көмегімен солтүстікте Солтүстік Корея есімді бір мемлекет құрылды. Оңтүстігінде де Оңтүстік Корея есімді мемлекет ақш-тың көмегімен дәл сол жылы құрылды. Негізінен бұл екі мемлекеттің есімдері солтүстік немесе оңтүстік деп басталмайды. Екі мемлекеттің де өздерін тек таза кореялық деп атаған үшін Солтүстік Кореяның ресми есімі Корея Халық Демократиялық Республикасы болса, Оңтүстік Кореяның есімі де Корея Республикасы. Тек қана 2 жылдан кейін 1950 жылы Корея соғысы басталды. Солтүстік Кореяны Кеңес одағы Қытай сияқты елдер қолдаса, Оңтүстік Кореяны ақш, Түркия, Канада, Австралия сияқты елдер қолдады. 1953 жылы 3 жылдан кейін жалпы 1.300.000 адамның өз өмірін жоғалтуымен Корея соғысы аяқталды. Әскери күшке қарай құрылған Солтүстік Корея екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1991 жылына дейін Кеңес үкіметінің қолдауымен аяқта қала білді. 21 желтоқсан 1991 жылы Кеңес одағы ыдырағаннан кейін көбірек Қытайға жақын бола бастады. Монумент Идей Чучхе Солтүстік Корея ресми идеологиясы және елдің саяси жүйесінің іргетасы, және тәуелсіз, өз-өзі тік тұра алатын елміз деген мағына береді. Және осы идеал ішінде барлық маңызды шешімдерді лидер қабылдап, лидердің қабылдаған шешімдері партия және армия тарапынан сұраусыз жасалады. Саяси жүйенің ішінде лидер және партиядан кейін жұмысшы партиясы тұрады. Бұл партия Солтүстік Корея революциясының құрылуы және жалғасуында да өкілетті. Бірақ жұмысшы партиясының бастығы да Ким Чен Ин. Солтүстік Кореяда Ким Чен Ин не десе сол болады. Және ел социалист диктаторлықпен басқарылғаны үшін сыртқы әлемге түгел жабылған және құпиялармен толы. Сондай-ақ сыртқы дүниеден байланысы болмаған халық Кореяның бөлініп кеткенін білмейді. Елдерінің есімін әлі де Корея Демократиялық Республикасы деп ойлайды. Бірінші 46 жыл бойынша үлкен әкесі, кейін 17 жыл бойынша әкесі, өмірлерінің соңына дейін осы жерлерді басқарды. Бүгін әкесінің 3-ші әйелінен туылған және туылған жылы анық білінбесе де 1984 жылы туылды деп есептелетін Ким Чен Ин мемлекеттің президент жұмысын атқаруда. Әкесі Ким Ченді оқу үшін 1996 жылы және 2000 жылдар арасында кім екенін жасырып Швейцарияда оқытты. Батыс мәдениетінің әсері болмау үшін оқудан тыс уақыттарын Солтүстік Корея елі уәкілеттілерінің қолында өткізген еді. Бірақ сонда да Майкл Джорданның Чикаго Буллс үшін ойнаған кезіндегі шамамен барлық ойынын сақтап архивлаған деседі. Баскетболды соншалықты жақсы көреді. Бүгінгі күнде де ескі NBA жұлдызы Родманмен қызықты достықтары әлі де жалғасуда. Шетелдегі мектептегі ескі достары оның уақытын көп бөлігін үйінде өткізетін, тыныш оқушы екендігін, ерекше бір әзіл түсінігі бар екендігін айтуда. Солтүстік Корея мемлекеттік телевидениялары Ким Ир Сеннің орнына 20 жастағы ұлы Ким Чен Иннің келетіндігін үлкен мұрагерлік сөздермен халыққа жариялаған еді.
Әкесі Ким Ир Сеннің 17 желтоқсан 2011 жылы өлгеннен кейін Ким Чен Ин әлемдегі ең жас президент болды. Ким Чен Иннің ең сенімді кеңесшілерінің арасында тәтесі және жездесі бар еді. Жездесі үкіметке қарсы көтеріліс жасады деген негізбен жұмысынан босатылып өлтірілді. 2013 жылдың желтоқсанында Ким Чен Ин әкесінің інісін, яғни ағасын және оның әйелін әскери төңкеріске дайындалу негіздемесімен айыптап, шешіндіріп, жалаңаш күйінде күшіктерге жедірді. Ауыл шаруашылығы министрі Хван Мин, білім министрі Рион Джинді басқаларға сабақ болсын деп, басқа үкімет уәкілеттілерінің көздерінің алдында пулеметпен атып өлтірді. Бірнеше адамның түрмелерде өлім жазасына кесілуіне қарсы келді деп, бір фабрика директорының стадионда 170 мың кісінің көзінің алдында өліммен жазалады. Сондай-ақ стадионды тастап шығып кеткісі келген 6 адамды да бұйрыққа бағынбады деп айыптап, сол жерде өлтірген еді. Кейінірек 2009 жылы Ли Солжуға үйленгеннен кейін ұрпақтың жалғасуы үшін бір ер бала туу керек деп шарт қойды. Әйелінің өз отбасын көруі, балалармен бірге адамдарға көрінуіне тыйым салынған. Балаларының суреттерін еш қайдан көрмейсіз. Бұл жерде де әйелі Ли Солжуның суретін түсірмекші болып алдына шыққан фотографты қолынан сыртымен түрткені көрініп тұр. Бүткіл әлемді қолында тұрған, қашыққа жете алатын баллистикалық ракеталармен қорқыта алатындай жынды. 5 қаңтар 2016 жылы 4-ші атом ракета сынағын. 2016 жылы қыркүйекте 5-ші және ең мықты атом ракетасын жасап, Біріккен ұлттар ұйымының реакцияларын алды. 2017 жылында да бірінші Жапон теңізімен бірге жалпы 19 дана атом бомбалары сынағымен әлемге өз күшін көрсетті. 미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어보지 못합니다. 본토 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단수가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. Түркия Ресейдің ұшағын атып түсіргеннен кейін, егер Түркия Сирияға бомба тастаса, Түркияны әлем картасынан өшіремін деп айтты. Израиль туралы да, Израиль деген мемлекет жоқ қой, астанасы Иерусалим болатын деп айтты. Кейіннен ақштың қалаған жеріне атом шабуылы жасай алатындығын жариялап, өз елін атом күш деп жариялағаннан кейін Трампты да қарт шал деп атап өтті. Трамптың жауабы да ауруға шалдыққан күшік деді. And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. Бірақ жағдай дәл осылай ушығып тұрған кезде 2018 жылы бізді басқа бір Ким Чен Ин қарсы алды. Бұл былай айтқанда артқа қадам басу еді. Оңтүстік Кореямен келісім шартқа дайын екендігін айтып, кеңесшісі болған қарындасын Оңтүстік Кореяға қыс олимпиадаларына жіберіп, Оңтүстік Корея лидерін өз еліне қонаққа шақырды. Одан кейін тезде Трамппен бетпе-бет кездесетіндігін айтты. Президенттікке отырғаннан бері бірінші саяхатын Қытайға жасады. Қытайда Си Цзиньпинмен кездескен кезінде ұялшақ, тәтті адам болып көрініп, өз елінің ақшпен атом қарулардан құтылу үшін кездесуге дайын екендігін айтты. Және ең басты дұшпаны Оңтүстік Кореяның президенті Мун Джейнмен құшақтасып дос болып көрініп, ракета сынақтары кесірінен әрдайым ерте оянып кететіндігіңізді естіді. Бұдан кейін ұйқыңызды бөлмейтіндігіме сөз беремін деді. Әсіресе Оңтүстік Кореяның шекарасына жүріп өткеннен кейін Оңтүстік Корея лидерін өз жерлеріне қадам басуға шақыруын бүткіл әлем позитивті қабылдады. Сол күн келген еді. Шетел саяхаттарына арнайы брондалған пойызымен келетін Ким Чен Ин бірінші рет 2018 жылдың маусымында Сингапурда Дональд Трамппен тек екеуі ғана кездескен жиналыста 38 минут жалғасқан тарихи саммитті ұйымдастырды. Тарихта бірінші рет ақш президентімен кездескен Солтүстік Корея лидерінің ойлағаннан да өте кіші қалаулары бар еді. Шекараларда Оңтүстік Корея ақштың сынақтарының тоқтатылуы, егер осы нәрсені жасайтын болса, атом сынақтарынан кешетіндігін айтқан болатын. Сәл алдын Ким Ченге ракета адам деп лақап ат қойған Дональд Трамп бірінші кездескеннен кейін оны үлкен лидер ретінде көремін деп айтқан еді. Екінші кездесуі ақпан 2019 жылы Вьетнамда болып өтті. Солтүстік Корея
Корея АКШ-га атом сынактарынын токтотулууна орай берилген жазалардын токтотулуун сураган эди. Дональд Трамп жыйналыштын нәтижесин өз тили менен осулайча түшүндүрдү. Өте нәтижелі 2 күн еді. Бірақ кейде қандайда бір шарттар болмай тұрып, үстелден тұрып кетуіңіз керек. Түсініспеушіліктің арқасында туындаған жазалар бар еді. Солтүстік Корея барлық жазалардың алынуын талап етті. Бірнеше концессия ұсынды. Бірақ бұл концессиялар біз қалаған нәрсе емес еді. Бұларды қабылдай алмаймыз. Жазаларды беруді жалғастырамыз. Қандайда бір концессия бермедік. Негізі Солтүстік Корея 2012 жылы атом программаларын тоқтатамыз деп вәде берген еді. 2013 жылы өте қатты атом сынақтарымен қайтадан бастады. Негізінен бұл артқа қадам басу политикасы Солтүстік Кореяның экономикасы құлдырап бара жатқан кезде қайталайтын бір циклдары. Яғни Ким Чен Ын әлемді қанға батырғысы келетін жындыдан да тыс, коммунист режимді басқарғысы келетін бір диктатор. Көреміз келешекте Солтүстік Кореяны қандай нәрселер күтіп тұр. Бұл видео ұнаған болса лайк басу арқылы маған білдіре аласыздар. Жаңа видеолар келуі жалғасатын болады. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.